Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Байер клубынан барлық мықтылар кетті. Бруно Гимарайш өте қате шешім қабылдаған тәрізді, оны да айтайық. Ал енді достар, бүгін финал Лига Европа, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Ал енді достар, мен күтіп отырған 250 адам қайда екен? 250 адам ғана қалды 100 мың оқырманға жету үшін. Достар, қолдап жіберсеңіздер, тіркеліп қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Джереми Фримпонг Ливерпульдің ойыншысы атанды. Бұны Бен Джейкобс ресми хабарлап жатыр, әйгілі инсайдер. Енді Ливерпуль өте жақсы ақшаға алды деп санаймыз. Қазір ақшасын айта жатармыз. Фримпонгтың соңғы сұхбаты мынандай болған. Мен қазір Байер клубындамын, Байер клубында бақыттымын. Ал енді болашақта не боларын білмейсіздер, білмейміз. Баварияға қосып жатыр кейбір ақпараттар, басылымдар. Бавария өте мықты ұжым, құрметтеймін, бірақ дәл қазір ештеңе де айта алмаймын деп Фримпонг соңғы сұхбатын берген болатын. Енді Бавариямен көбі байланыстырды, соңында олай болмады. Ливерпуль клубы жұлып алды Трент Александр-Арнольдтың орнына. Өте тамаша ойыншылардың бірі Арне Слоттың командасына қосылатын болады. Қазір медициналық тексерістерден өтіп жатыр. Жақын арада ресми хабарлау болады. Жәнегі айтып өткен инсайдер Бен Джейкобстың айтуына сенетін болсақ, 5 жылға келісім шарт жасасты Фримпонг пен Ливерпуль. Енді Байердан бәрі кетіп жатыр. Байердің басшылары, біз ұзақ мерзімге команда құрып жатырмыз, біз алдағы уақытта лидерларымыздың, көшбасшыларымыздың бәрін алып қаламыз деген еді. Байердің басшылары емес, мынау Хави Алонсо ұстап тұрған сияқты ғой. Хави Алонсо кетеді деген сыбыс шыққалы бері міне Фримпонг кетті. Джонатан Та келісім шартты созбаймын деді. Хави Алонсоның өзі кетті. Ең басты лидер, ең басты осы Байердің қаруы Хави Алонсо кетті. Ендігі кезекте Виртс, ең жарық жұлдызы Виртс та кетеді. Ертең қай клуб алары белгісіз, 4 топ клуб таласып жатыр. Реал Мадридтан бастап Манчестер Сити, Бавария, Ливерпуль да көз салды деген ақпараттар бар. Енді осындай лидерлары, ең маңызды ойыншылар кетіп қалған кезде ары қарай жарқын болашақ болады деудің өзі өте қиындау Байерда. Келесі маусымда көреміз. Енді бұл ойыншылардан да ақша түсіп жатыр. Байер қандай трансферлер жасайды, оны кім баптайды, соның бәріне байланысты. Байердің жағдайы қазір ауыр, кәдімгідей қайғырып көңіл айтатындай жағдай болып тұр. Байердің әңгімесін жалғай отырмаймыз ба достар? Енді Байердің бас бапкері Хави Алонсо Реал Мадридке келетіні белгілі, және де Реал Мадридтағы шабуылды, жартылай қорғанысты бәрін қазір өзінің бақылауында ұстап, Реалдың басшыларымен сөйлесіп отыр екен. Жартылай қорғанысқа ерекше тоқталып жатыр. Жартылай қорғанысқа жақсы бір ойыншы алуымыз керек дейді, және де Сибальосқа сенбейтінін жеткізген, Сибальосты сата берулеріне рұқсат берген. АС басылымының айтуынша Реал Мадрид Хави Алонсоның әңгімесінен кейін Сибальосты сатуға қойды. Оны Бетис клубы алуға дайын, және де Исконың қасына қосылатын болады. Қайтадан Сибальос. Кейінгі ақпараттарға сенетін болсақ, енді бір жақсы жартылай қорғаушы алу керек. Негізінде Реал Мадрид Модричті да осы маусымнан кейін жібереміз ба деген ойлары бар еді. Реалдың жаңа бас бапкері Хави Алонсо Модричқа тиіспеулерін, және де Модричпен тағы да бір маусымға келісім шарт созуларын сұраған екен. Модрич сияқты IQ-ы өте жоғары, тәжірибесі өте мол ойыншы Хави Алонсоға керек көрінеді, және Модричтің өзі де тағы да қалғысы келетінін жеткізген. Дәл жаңағы АС басылымының айтуынша, Модрич Реал Мадридпен келісім шарт созатын болса тағы да бір маусымға, ол жалақысын да едәуір төмендетуге дайын. Жалпы соңғы клубы Реал Мадрид болғанын қалайтын тәрізді. Модричтің мансабы аяқталуына да аз қалды, және осы алдағы әлем чемпионатынан кейін мансабында аяқтайтынын кейбір жерлерде хабарлаған болатын. Модрич Хави Алонсоға керек, және де Флорентино Переске өзі жеке ерекше айтқан екен, Модричпен келісім шартты созсаңыздар дұрыс болады деп. Егерде сіз аяқ асты Реал Мадридтің бапкері болып кетсеңіз, Модричті алып қалар ма едіңіз? Болды, берерің бітті, Модрич көкі деп жаймен құрметтеп осы маусымнан кейін басқа командаға жіберер ма едіңіз?
Ньюкасл деген тамаша клуб бар АПЛда. Шыны керек өте мықты клубқа айнала білді. Мына шейхтар келгелі бері топ ойбай деген трансферлер жасамаса да, қазіргі деңгейде ортан қол трансферлер жасады. Кез келген АПЛдың клубына қарсылас бола алатын, кез келген АПЛдың топ клубы Ньюкасл қарсылас дегенде қорқатын жақсы ұжымға айналды. Енді чемпиондар лигасының зонасында тұр, қазір 4-ші орында, бірақ артында Челси, Астон Вилла, Ноттингем Форест деген сияқты қасқырлар келе жатыр. Ертең чемпиондар лигасының зонасынан Лига Европаның зонасына бірақ ұшырып жіберуі мүмкін. Сондықтан да барын салып ойнайтын болады алдағы уақытта. Және де айтайын дегенім осы Бруно Гимарайш деген ойыншы бар ғой, енді бағасы да аз емес. Топ клубтар өте көп қызығып жатыр. Бавария өзінің қатарына қосып келеді. Парис Сен-Жермен қазір ауызша келіссөздерді бастағысы келіп дайын отыр. Барселонада енді дәмесі бар, енді ақшасы жоқ болса да дәмесі бар. Осы Бруно Гимарайшты алып қалсақ, ан жерде былай ақшалар қалды ма, бар ма деп өзінің ақшаларын түгендеп ыңғайы келсе алып қалайық деп, тауықтың түсіне тары кіреді, Барсаның түсіне бәрі кіреді, әйтеу бәрін алып қалғысы келеді енді, бірақ қаржылай жағдайлары ондай жұлып алатындай емес қазір Барсаның. Енді осының бәрі таласып жатқан кезде таңғаларлық жағдай, Бруно Гимарайш Сауд Арабиясына кетеді деген ақпараттар шықты. Сауд Арабиясында Аль-Иттихад Бенземаның командасы қазір келіссөздер жүргізіп жатыр. Негізінде ақпараттар бойынша кеткісі келетін сияқты Гимарайш. Неге ондай шешім қабылдады түсінбедік. Енді Сауд Арабиясында жәнегі Аль-Иттихадта Фавиньо бар, Анголо Канте бар, Усама Уар бар. Олардың жартылай қорғанысы өте жақсы қазіргі таңда. Оларға Бруно Гимарайш не керек болды? Бруно Гимарайшқа оған барып не керек болды? Енді оған түсінікті ғой, ақша керек болған шығар, жақсы ақша ұсынған шығар, бірақ Бруно Гимарайштың қазір Сауд Арабиясына кететін кезі емес еді. Жалпы Сауд Арабиясы осы жазғы трансферлік терезеде де талайларды төңкерейін деп тұр. Көп клубтары кем дегенде 500 миллион евродан жұмсайды деген ақпараттар шықты. Және де Әл-Хилалдің осы қаржысы нақты шықты. 500 миллион евросы бар жазғы трансферлік терезеге. Осы мәселеде олар Лионель Мессиді алғысы келеді деген ақпараттар да шықты. Лионель Мессиге өздеріңіз білесіздер, маусымына 400 миллион евро береміз деген кезде бармай қойған еді. Қазір баратын сияқты. Олардың да қызығып отырғаны, Лионель Месси қазір Интер Майамимен келісім шартты созбайтын болды. Осыны байқаған Әл-Хилал қайтадан шақырып жатыр. Криштиану Роналдодан жалақысын көп қып береміз деп жатыр. Енді Лионель Мессидің өз шешімді қабылдайды. 1-2 маусымда Месси де мансабын бітіреді. Соған енді ары қарай отбасылық қаржыны көбейтіп тастаса несі жаман. Әжептәуір қаржыны жасап алып барып демалса да болады. Сондықтан да Мессидің орнында кім болса да Сауд Арабиясына барып, Әл-Хилалда 1-2 маусым ойнап, 1-2 10 жылдықта ештеңеге қарамай жұмсасаң да бітпейтін бір ақша тауып алуына болады ғой негізі. Енді біз Барселонаға бірдеңе деп қоямыз ғой, енді ақшасы жоқ, анау мынау деп, бірақ осындай жағдайда ақша жоқ, қаржылай қиындықтың кезінде мынандай деңгейде ойын көрсету деген енді масқара. Басқа команданың қолынан келеді деп айта алмаймын. Барселона өте мықты ойын көрсетті. Барселона қаржылық жағдайға қарамастан, трансферлер жасамастан, Ла Лиганың ішіндегі барлық маңызды негізгі кубоктардың бәрін ұтып алды ғой енді. Осындай құлдырап кетеді-ау, жоқ болып кетеді-ау деп тұрған клуб мынандай деңгейде ойын көрсету, қайтадан өздерін қалыптастыра алу деген енді масқара. Барселонаға тек қана респект. Барселонаның қазір ойынын бәрі мақтап тұр, Барселонаны Ла Масия сақтап тұр десек те болатын шығар, осындай бір мақал шығарып қойса қалай жалпы Барсаға. Енді академияның балалары ғой бәрі. Бұлардың бәрі осы маусымда тәжірибе жасады, тәжірибе жинады, опыт бар, барлық турнирда ойнады. Ертең келесі маусымда білмеймін енді мыналар қалай ойнайтынын, масқара болады келесі маусымда. Енді және де осы керемет ойынды қойып тастаған Ханс Фликпен тағы да бір маусымға келіссөздер жасады. Ресми түрде келісім шарты созды. Ханс Фликтің келісім шарты 2026 жылдың жазына дейін еді, қазір 2027 жылдың жазына дейін. Енді Ханс Флик тұрса, мына балалар тәжірибе жинады, ертең тағы да қосатын болса, ойындарына ойын қосса, өте керемет. Бұл Барса жақын арада жоғалып кетпейді деп ойлаймыз осы бапкермен. Нағыз Барсаға керек бапкер. Барселона өздерінікін тапты. Ханс Фликпен ресми түрде келісім шартты 2 жылға созғандарымен Барсаның жанкүйерлерін құттықтап қойсақ болады.
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм бүгін финала Лига Европа. Енді екі командада жалпы АПЛ-ды құртты ғой. Осы маусымда екі командада тарихта АПЛ-дың тарихында өте нашар өнер көрсетті. Бүгін барын салатын кездері. Екі бапкер үшін де сынақ ойын деп айтсақ та болады. Екеуі АПЛ-да 16-17 орында жүрсе де Лига Европаның финалында. Енді таңғаларлық жағдай, бүгін финалда АПЛ көретін боламыз. Жалпы қысым өте көп. Тоттенхэм клубы 2007-2008 жылдан бері кубок алып көрмеген. Енді оларда мотивация көбірек кубокқа деген. Бірақ Манчестер Юнайтед Лига Европада осы маусымда жеңілмей келе жатыр. Ал жалпы кездесуге келетін болсақ, соңғы 5 кездесуде Манчестер Юнайтед Тоттенхэмді жеңе алмаған. Мұндай да қызықты ақпараттар бар, достар. Енді екі командаға да тек қана сәттіліктер тілейміз. Мен енді Тоттенхэмнің жанкүйері болғандықтан әлбетте Тоттенхэмға жеңіс тілеймін. Енді ойын көрсетеді, доп-домалақ жасыл алаң көрсетеді. Біз тілегенмен бола қоймайды, ойыншылардың баптары мен бақтарына байланысты. Бұл ойын жайлы тағы да қызықты ақпараттарды, фактыларды біз Телеграм арнамызға салып жатырмыз. Және де тікелей эфирді жүргізіп, голдарды уақытында сіздерге ұсынып отыратын боламыз. Футбол қолымда болсын десеңіз, Телеграм арнамызға да жазылып қоюды ұмытпаңыз. Сілтемесі осы видеоның астында комментарий бөлімінде тұрады. Енді финалдағы командаларға сәттілік тілейміз. Біздің осы YouTube арнамызға да жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. 100 мыңға жеткізуге атсалысып көмектесіп жіберіңіздер. Сіздер үшін біз жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет. Қолдап жүрген достарға тағы да алғыс айтамыз. Келесі кездескенше.